Сәлем достар, бүгін мен сіздермен лаваштың рецептін бөлісемін. Ол үшін бізге керек 350 грамм ұн, 1 ас шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және де қайнаған 200 мл су құямыз. Жақсылап құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнға ыссы су құйғандықтан ең алдымен суғанша қасықпен араластырып отырамыз. Әбден суғаннан кейін қолмен илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жабамызда 20 минуттай қоямыз. Жиырма минут болғаннан кейін қамырымызды бірнеше бөлшекке бөліп, оны ысамыз. Қамырымызды барынша жұқа қылып ысамыз да қызып тұрған табаға саламыз. Астын орташа отқа қоямыз. Екі жағын ауыстырып отырамыз. Содан кейін түсіретін табаға сумен бетін майлаймыз. Біздің нанымыз қазір жұмсақ болу үшін. Қамырымызды түсіргеннен кейін екі жағынан су жағамыз. Өйткені қамырымыз қатып қалмау үшін. Оның үстінен майлықпен жауып қоямыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.